Ұлт тарихы ұрпаққа өнеге. Манаш Қозыбаев 1931 жылы Қостанай облысы Меңдіқара ауданында дүниеге келген. Қазақ тарихшыларының бірі, тарих ғылымдарының докторы. Архивтерде сақталған оның ерекше жазба деректері ауыл тарихын жинау жұмыстары ретінде ерекше бағаланады. 1969 жылы доктор, 1970 жылы профессор атанған. Академик мәртебесіне ие болған. Қытайдағы көне деректер мен ханзу мәтіндерін қазақ тарихына қатысты салыстыра отырып зерттеген, аудармалар жасаған. Қазақ тарихнамасын зерттеуге бағытталған үлкен ірі монографиялық жобалары бар. Кеңес кезінде ресми тарих шеңберінде жұмыс істегенімен кейбір деректерінде дәстүр мен шежіреге басымдық берген. 1995-1997 жылдар аралығында көптеген марапаттарға ұсынылған және марапат иегері болған. Қостанай өңірінде оның есімімен музей мен танымдық шаралар өткізіліп тұрады. 85 жылдығына арналған ескерткіштер орнатылған. Манаш Қозыбаев тарихты тек оқып қана қоймай, оны қайта тірілткен ғалым. Ол өткенді ұмыттырмай келешекке жол ашып кетті. Бізге қалдырған ең үлкен аманаты тарихты бұрмаламай шынайы жеткізу.